Шығармаға келетін болсақ, шығарманың басында Шәкәрім Құдайбердіұлының сол Саят қораға қалай не үшін келгені және сол жақта қалай өмір сүріп жатқаны баяндалды. Сол Шыңғыстау маңы сипатталды. Ол жерде ең басында Шәкәрімнің жылқысы мен бүркіті сипатталды. Сол кезде ол сол құспен аңға шығу дәстүрі де сипатталған болатын. Ол ең соңғы өзінің бүркітін аңға салып аң аулап болғаннан кейін ол ойлана бастайды. Сол кезде өз бүркітін енді қайтадан алған жеріне, далаға жіберуді ойлайды. Сосын сол кезде мені маған ең қатты әсер еткен бір фразалардың бірін Шәкәрім айтты. Бұл фраза бойынша ол өзі қалаған және өзінің халқына қалаған бостандықты өз құсы қара шегірге беруі деген осы фраза мені қатты таңқалдырды және маған қатты әсер етті. Осы фраза арқылы мен сол кездегі қазақ халқының бостандықты аңсауы және надеждасының, былайша айтқанда, үміттің үзілгені туралы білдім. Одан кейін осы шығармада Шәкәрімнің отбасы туралы айтылады. Шәкәрімнің балаларының және әйелінің өлімі туралы, олар да осы ашаршылықпен кеңес үкіметінің тарапынан қудалаудан қайтыс болғаны туралы жазылған. Оның кейбір балалары аштықтан қатып және әйелі мен басқа балалары абақтыға қамалып, сол жақта азапталып өлтірген туралы жазылған. Ары қаратай шығарма бойынша шығармада қазақтардың шекара асып өзге елдерге кетуі туралы да айтылған. Бұл сол кезде жиі болған оқиға сияқты көрінді. Өйткені осы туралы көп айтылды және ол жақта бірнеше топ адамдар және біраз уақыт аралығында Қытайға ауып кетіп отырды. Шығарма бойынша Қытайда бұған дейін де Абылай заманынан қалған қазақ қоныстары бар екенін айтылды. Және сол жаққа қазақтар сол жақта тұруға емес, сосын өз жерімізде бүкілі тыныштанғаннан кейін қайтадан оралу мақсатымен көшкені туралы да айтылады. Және бұл шынымен де қазақтардың амалсыздан жасаған іс-әрекеті болса көрінеді. Кейбір адамдар ол жаққа осы кеңес үкіметінің езгісіне шыдамай көшіп кетсе, кейбіреуі өз мал мүлкін аман сақтап қалу үшін, өз отбасын аман сақтап қалу үшін көшкені бейнеленді.
Сол кезде кеңес үкіметінің айтқан ұраны бұл кедейлерді байларға теңестіреміз деген ұран. Бұл ұранды шығармада қатты сыналады. Мысалы, Шәкәрім Құдайбердіұлы бұл туралы кедейлерді байға теңемей, байларды кедейге теңеп жатыр деген сөз айтты. Мен түсінгенім бойынша бұл кедейлердің, адамдардың тұрмысын көтерудің орнына бай адамдардың халін кедей адамдарға дейін жеткізу, олардың бүкіл байлығын алу және кедей қылу болды. Шығарма бойынша Шәкәрімге 2 рет бата сұрау үшін 2 топ адамдар келеді. Олардың негізгі ойы сол Қытайға шекара алып кету болады. Сол кезде солардың біреулерімен Шәкәрім өзінің соңғы кенже ұлын және соңғы тірі қалған ұрпақтарының бірін солармен бірге қосып Қытайға шекара асырып жібергісі келеді. Бұл шешім оған оңай түспейді, бірақ бұған итермелеген себептердің бірі ол оның кенже ұлы Зиятты кеңес үкіметінің қудалауы болды. Зият негізі Семей қаласында мұғалім болып жұмыс істеп жүрді. Және оның Зияттың, мысалы, Шәкәрім Құдайбердіұлының Алаш орда үкіметінің, Алаш партиясының, алашшылардың сол Алаш партиясында болған адамдармен қарым-қатынасы болғандықтан Зиятты кеңес үкіметі абақтыға қамау керек деп шешім қабылдайды. Бірақ оны білген Зият бір күн бұрын Саят қораға әкесіне қашып кетеді және сол жақта 1-2 күн жатады. Сол кезде шығарма бойынша бағана айтқан аңшылықтың екінші түрі мылтықпен аңшылық баяндалады. Сол кезде Шәкәрім өзінің мергендігін көрсетіп, әлі жасы келсе де мерген екенін көрсетеді. Сол кезде ол 2 арқар атып алады. Соларды сол күні бұзып, кептіріп, өзінің ұлына беріп, және өзінің ұлына береді. Бұл оларға көшкен кезде азық болады. Сол кезде Шәкәрім тағы өзінің бір көп ойлап жүрген мәселелерінің бірі өз жазуларын, кітаптарын, өзі жазған шығармаларды, өлеңдерді сақтап қалу мәселесі болды. Сол туралы ол шығармаларын Зиятқа берсе, сол жақта ол келесі ұрпаққа дейін жету мүмкін деген ниетпен Зиятпен бірге беріп жібереді. Бірақ не дегенмен 7 жылдан кейін Зиятты кеңес үкіметінің нөкерлері тауып алып өлтіреді. Бірақ оған қарамастан Зият өзінен кейін ұрпақ қалдырып және оларға Шәкәрімнің алтын жазбаларын қалдырып кетеді.